Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Талғамы жоғары көрермендерім, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын үгілмелі шоколадты сметаникті бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін 30 грамм қант немесе қант ұнтағына бір дана жұмыртқамызды қосып, қол шайқағышпен шайқап аламыз. Үстіне ерітілген 100 грамм сары майымызды қосып, тағы да шайқаймыз. Бұл пирогымызды миксер қолданбай-ақ қол шайқағышпен де жасай беруге болады. 200 грамм ұнымызға 10 грамм қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырамыз да осы ұнды массамызды илеуіштен өткізе отырып, сұйық массамызға қосамыз. Ұнды бірден қоспаңыздар, аздап қоса отырып, жұмсақ үгілмелі қамыр илейміз. Құрметті көрермендерім, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасы мен қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Поделиться батырмасында басып, осы видеомен достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісе кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз бен лүпілдеріңіз мен үшін өте маңызды. Осымен біздің үгілмелі қамырымыз дайын, 20 минутқа салафанға орап, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасына кірісейік. 200 грамм рахат шоколадын 70 грамм сары маймен ыстық буда бір келкі болғанша араластыра отырып, ерітіп аламыз. Бөлек ыдысымызға 3 дана жұмыртқаға 100 грамм қант ұнтағын қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Егер сіздерде қант ұнтағы болмаса, қанттың өзін қолдана берсеңіздер болады. Қант ұнтағымыз бірден еріп, тез арада массамыз бір келкі болып шықты. Енді осы массамызға суытылған шоколадты массамызды толығымен қосып, тағы да бір келкі болғанша араластырып аламыз. Аздап шайқап алған соң, үстіне 20 немесе 25%-ық 400 грамм қаймағымызды қосамыз. Оның үстіне 3 грамм ванилинімізді, 30 грамм жүгері крахмалын және 20 грамм какаоны қосып, жақсылап қол шайқағышпен түйіршіксіз араластырамыз. Осымен біздің шоколадты салмамыз дайын. Енді қамырымызды 26 диаметрлік формамызға қолымызбен бір келкетіп жазып шығамыз. Немесе оқтаумен де жайып алсаңыздар болады. Форманы 26 сантиметрден үлкен форма қолданбауға кеңес берем. Үлкен форма қолдансаңыздар, пирогтарыңыз аласа болып, әдемі болмай қалады. Қалауларыңыз бойынша осындай миндальный слайстармен әдемілеп шығуларыңызға болады. Барын салып болғаннан кейін 160 градуста қызып тұрған пешімізде 40-45 минут шамасында пирогымызды пісіріп аламыз. Шоколадты сметаникіміз пісіп шыққаннан кейін толық суығанша формасында ұстаймыз. Осымен біздің қамыры үгілмелі болып шығатын шоколадты сметаникіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұржамал.